Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір біз 68-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Мәтінді оқимыз. Мәтін бойынша тірек сөздерді жазу керекпіз. Тірек сөздеріміз: жер жаннаты, қылқалам, акварель, суретші. Мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы. Ол кімнен сабақ алды? Ол суретші Николай Гаврилович Хлудовтан сабақ алды. Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың? Әбілханның 3 жасында әкесі қайтыс болып, анасына көмектесіп, оқуға ақшасы болмады. Сол себепті мектепке кеш барды. Мәтін неліктен ересек оқушы деп аталды? Өйткені Әбілхан Қастеев 25 жасында оқуға барады. Мектепке барғанда ересек болғандықтан мәтін ересек оқушы деп аталып тұр. Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз. Әбілхан, Хлудов, Дәлденбаев, Жаркент, Жетісу. Яғни бұл сөздердің барлығы кім және не деген сұрақтарға жауап бере отырып жалқы есім болып тұр. Келесі біздің орындайтын тапсырмамыз 13-ші тапсырма. Көптік жалғауларының тиістісін қойып жазу керек. Яғни ауданда суретшілер жарысы өтті, балалар сурет салуды жақсы үйренген, жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Көпше түрдегі зат есімдердің астынсыз. Бұл жердегі біздің көпше түрдегі зат есімдеріміз суретшілер, балалар, жеңімпаздарға сыйлықтар.